Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен қазіргі уақытта трендке айналған әр баланың арманы осындай вигвамды тігетін боламыз. Жалпы вигвам дегеніміз бұл ежелгі үндістердің көшпелі үйі, кейде типи, тент деп атап жатады. Вигвамды әр түрлі өлшемде тігуге болады. Мен сізге көлемі 120-120 см болатын осындай вигвамды тігуді көрсетемін. Ол үшін бізге ұзындығы 180 см, ені 2,5 см болатын 4 таяқша, 6 метр мақта мата, 2,40 см синтепон және матаның түсіне сай бір жіп қажет. Және вигвамды байлау үшін таяқшалардың жоғары жағынан 25 см төмендікте тесік жасау қажет. Сіз кез келген осындай ауа өткізетін ең бастысы мата алсаңыз болады. Менде бұл 100% мақта мата. Ескере кететін жайт, мата таңдағанда матаның бетіндегі принт, яғни суреттері әрі келкі бағытта болғанына назар аударыңыз. Сонда матаны қиғанда ыңғайлы және матаның шығыны әлде қайда аз болады. Мен видеоның астындағы описание бөліміне барлық өлшемдер мен выкройкалар жазылған құжатты жүктеп алуға ссылка қалдырам. Ең алдымен біз терезені тігуден бастаймыз. Ол үшін вигвамның бір бұрышын алып, осылай екіге бүктеп, оның дәл ортасын табамыз. Жан жағынан 13 см өлшеп, терезенің орнын қиып аламыз. Қиып алған матамызды теріс қаратып, оның үстіне терезенің 4 жақтауын оң қаратып, осы видеодағыдай қойып шығамыз. Пайда болған әр бұрышты осылай қаламмен қиғаш сызып аламыз. Оларды инемен түйреп, тура сызықтың үстінен тігін машинасында тігіс жүргіземіз. Тігістен 1 см асып, артық маталарды қиып тастаймыз. Тігістерді әр түрлі бағытта үтіктеп аламыз. Және рамканың сыртқы бұрыштарын 1 см ішке қайырып үтіктеп шығамыз. Сызғышты пайдаланып, рамка ішінің дәл ортасын тауып аламыз. Солға және оңға 1,5 см белгілейміз. Бұл терезенің перегородкасын кигізетін тесіктер. Сол себепті де осы белгі қалдырған жерлерді тікпей ашық қалдырамыз. Қалған ішкі раманы инемен көктеп алып, шетіне 1 см жетпей, закрепка беріп, тігін машинасында тігіп шығамыз. Енді раманы матаның оң жағына аударамыз. Ол үшін раманың бұрыштарын осылай надрез жасаймыз. Яғни жаңағы тіккен тігіске 2 мм жетпей қайшымен қиып аламыз. Сонда бұрыштары жазылып әдемі шығады. Терезе рамасын сыртқа қайырып, инелермен түйреп формасын келтіреміз. Енді терезенің ортасын және пердені тігетін боламыз. Перденің жоғарғы жағына тиіспей, қалған 3 жағынан 2,5 см өлшеп аламыз. Осы сызыққа жетпей матаны 2 бүктеп, үтіктеп, сосын бүктелген шетіне 1 мм жеткізбей тігін машинасымен тігіп шығамыз. Терезенің ортасына арналған 2 детальды және пердені байлауға арналған 4 бауды видеодағыдай бүктеп, үтіктеп аламыз да шетінен 1 мм жеткізбей тігіп шығамыз. Енді терезе перегородкасын ортасын туралап қойып, инемен түйреп аламыз. Терезенің жоғарғы жағына перденің тігілмеген бұрышын 1 см кіргізіп, видеодағыдай орналастырамыз. Перде терезені толықтай жауып, тура тұрғанына көз жеткізіңіз. Раманың екі жағынан 6 см жерде перденің бауларын біреуін үстіне, біреуін астына дәл қойып түйреп шығамыз.
Барлығын тексеріп алғаннан кейін дәл ортадағы төрт бұрышты, терезенің ішкі бұрышын және сыртқы бұрышын тігін машинасында тігіп шығамыз. Соңында осындай сүйкімді әрі ыңғайлы терезе мен перде пайда болады. Вигвам есіктерін тігуге көшейік. Жоғарғы үш бұрышпен есіктің екі бөлігін аламыз. Перденің ішкі тік бөлігін екі рет қайырып, сол бүгілген шетіне 1 мм жеткізбей тігін машинасында тігіс жүргіземіз. Мен тікпестен бұрын матаны екі бүктеп, әдемілеп үтіктеп алуға кеңес берем. Сол кезде тігу оңай және тігіс бірден түзу болып шығады. Есіктің астыңғы бөліктерін жоғарғы үшбұрыштың өлшеміне сәйкес бір-бірінің үстіне қойып, инемен көктеп аламыз. Оларды видеода көрсетілгендей арнайы белевой шовпен тігеміз. Ең алдымен матаның сыртынан 1 см қалдырып тігіс жүргіземіз. Бұл тігіс матаны оверлоктың көмегінсіз ақ әдемілеп, таза өңдеуге мүмкіндік береді. Тігістің шетінен 3-4 мм ғана қалдырып, артық қалдықтарды қиып тастаймыз. Енді матаны теріс аударып, ішінен осылай түйреп, 1 см қашықтықта тігіс жүргіземіз. Енді соңғы процесс осы 1 см жер шығып тұрмас үшін оны жоғары жаққа қаратып үтіктеп, матаның оң жағынан тағы 1 см түзу тігіс жасаймыз. Сонда вигвамымыздың ішінен де сыртынан да әп-әдемі сапалы болып шығады. Енді есіктің бауларын дайындаймыз. Ол үшін бір детальды алып, оны оң жағын ішке қаратып екіге бүктейміз. Бір бұрышын және ұзындығын 1 см қалдырып тігіп шығамыз. Баудың бұрышындағы артық матаны қиып тастап, оң қаратып үтіктейміз. Вигвамның барлық бұрышының бас жағы мен аяқ жағын 1-1 см-ге қайырып, бүктеп, бүктелген жерге 1 мм жетпей тігіп шығамыз. Дәл солай таяқшаларды кигізетін тесіктерді, кулискаларды да екі бүктеп, жоғарғы және төменгі жағын тігіп шығамыз. Енді есіктің шеттерінен төменнен жоғары қарай 50 см-ді өлшеп, белгілеп аламыз. Осы жерге біз перденің бауларын тігетін боламыз. Таяқшаны кигізетін матаның оң жағы мен есіктің оң жағын беттестіреміз. Ең алдымен бас жағы мен аяқ жағын инемен түйреп алып, сосын ортасын тура түйреп шығамыз. Осы жерде есіктің бауларын екі жағына қойып, инемен барлығын түйреп аламыз. Шетінен 1 см қалдырып, міндетті түрде таяқша кигізетін матаның үстінен, кулисканың үстінен тігеміз. Себебі вигвамның бұрыштары қиғашынан қиылған. Тіккен кезде матамыз созылып кетуі мүмкін. Мен есіктің екі жағына маталарды жалғадым. Енді қалған вигвамның бөліктерін дәл осылай қосып тігіп шығамыз.
барлық бөліктерді қостық. Енді бүкіл тігістерді кулиска жаққа қаратып үтіктейміз. Сонда олар таяқша салатын тесіктің ішінде қалады. Вигвам жақтан ешқандай сетінеу, жіп шығу болмайды. Вигвамды оң қаратып, таяқтарды кигізетін матаның тігістерін беттестіріп, инемен түйреп аламыз. Осы жерде асықпай қолмен көктеп алсаңыз да болады. Алдыңғы тігістің үстінен тағы тігіс жүргіземіз. Сонда вигвам түп-түзу болып шығады. Осымен біздің вигвамымыз дайын. Енді жалаушалармен көрпешеге кірісейік. Көрпешенің шетіне қажетті 8 дана бауды видеода көрсетілгендей қайырып, тігін машинасында шетіне 1 мм жеткізбей тігіп шығамыз. Жалаушаның екі бөлігін аламыз. Олардың оң жақтарын бір-бірімен беттестіріп, видеода көрсетілген бұрыштарын тігіп шығамыз. Бұрыштарынан қалдық маталарды қиып тастап, оң қаратамыз. Үтіктеп аламыз. Тігілмей қалған бұрышын 1 см ішке қайырып, үтіктеп шығамыз. Жалаудың тік бұрышын екіге бүктеп, бір бұрышымен ұзындығын 1 мм қалдырып тігіп шығамыз. Сонда жалауды таяқшаға кіргізген кезде жылжып кетпейтін болады. Жалаушалар мен бауларымыз да дайын болды. Енді көрпешенің екі бөлігін алып, оң жағын бір-бірімен беттестіріп, астына синтепон төсеміз. Мен 2 қабат синтепон төседім. 1 қабат төсесеңіз де жеткілікті, және тіккенге оңай болады. Бауларды 2 матаның ортасына видеода көрсетілгендей етіп орналастырып, инемен түйреп шығамыз. Көрпешенің барлық бұрышын инемен түйреп, оң қарату үшін 20 см жерді тікпей ашық қалдырамыз. Ал қалған бұрышын 1 см қалдырып тігіп шығамыз. Осы жерде сіздерге қолмен көктеп алуға кеңес берем. Сонда астындағы синтепон бір жерде жиырылып қалмай, бірінші реттен тура дұрыс тігілетін болады. Инелердің барлығын алып тастағаныңызға көз жеткізіңіз. Тігістің арғы жағынан шығып тұрған синтепонды қиып тастаймыз. Және бұрыштарынан артық матаны 3-4 мм жеткізбей, қайшымен қиып тастасаңыз, ұштары дұрыс шығады. Көрпешені оң қаратамыз, және оң қаратқан 20 см жерді потайной шовпен немесе тігін машинасында тігеміз. Көрпешені үтіктеп, қалаған декорлық тігісті жүргізсеңіз болады. Мен бірінші 4 бұрышты жан-жағынан 30 см қалдырып, екіншісін 20 см қалдырып, барлығын қолмен көктеп барып, сосын тігін машинасында тіктім. Енді вигвамды жинайық. Осындай ғажайып вигвамды өз қолыңызбен балаңызға, немереңізге тігіп қуантыңыз. Сіздермен болған Гүлханай. Егер видеоны осы жерге дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ каналға тіркеліп кетіңіздер. Алда каналда түрлі мастер-класстар шығатын болады. Назарларыңызға рахмет.